Мен қандай психологпын? Бүгін супервизияда осы сұраққа жауап іздедім десем болады. Сәлем, менің есімім Динара. Мен 4,5 жылдан бері осы практика жасап жатқан психологпын. Парақшама кіріп, қандай бағытта жұмыс жасаймын, біліктілігімен танып шықсам болады, дипломдармен, сертификаттармен. Бірақ бүгінгі осы супервизияда ұзақ уақыт ойландым, өйткені мен мыңдаған сағаттық алдымда консультация болғаннан кейін уже қандай клиенттермен нақты жұмыс жасағым келеді, жасағым келмейтінін, қандай условияларда жұмыс жасағым келетінін уже ішінде кәдімгідей үлкен шекара қалыптасты десем болады. Бастапқы уақытта ол азарт, қызығушылық болса, қазір бүкіл мәселемен жұмыс жасау маған уже қызықты емес. И барлық адамға көмек керек деп уже байқайсың ше, мына адамға көмек керек, мына адам просто старается, но на самом деле өзіне көмек беруге дайын емес деген нәрсені уже біліп тұрасың. Енді бүгін осы супервизияда мынандай бір қызықты ойға келдім. Супервизияда терапевтпен талдап отқан кезде мен өзімнің өте принимающий психолог екенімді, бірақ в то же время неудобный психолог екенімді түсіндім. То есть клиенттермен менде сондай отношение. Ол дегеніміз қалай? Допустим, мәселен сіздер мысалы психолог дегенде көз алдыңа андай картина елестейді. Ол өте жұмсақ, сөздері мәйім деген сияқты ше. Терапияда барысында ондай моменттер керек. Особенно адамның травмасы ашылып жатқан кезде оған кәдімгідей өте бережно и уважениемен отношение жасауым керек ол жерге. И в то же время именно неудобный болады моменттер. Яғни сен ол жерге нежностьті қоса алмайсың. Ол жерге нежность емес, ол жерге более структураңды, ол жерге сенің мықтылығың, чтобы клиент өзінің өте қатты, өте үлкен ауыр сезімдер көтеріліп жатқан кезде, кейде во время сеанса менде тіпті опыт болған панический атакаға клиентім түскен моменттері. И ондай кезде сен дышите, терең тыныс алыңыз, қабылдаңыз и ұмытыңыз, отпустите, все, Аллаға шүкір деп отыра алмайсың ондай моментте. Ондай кезде терең тыныс алыңыз, маған тіке қараңыз, дышите, смотрите на меня, прям аяғыңызбен сезініңіз осы жерді деген нақты дауыстармен ішіңдегі опораңды, тірегің саған сүйене алатын көрсетуің керек болады. И неудобныймын деп тұрған жерім мынандай нәрселер. Терапияның өзінің шекаралары бар. Олар оплата бойынша, олар уақыт бойынша, адамдармен жаңағыдай двойные отношения болып кетпеу үшін, өйткені ол моменттердің барлығы клиенттің сезімдерін использованиеге жатады. Түсінесіз ба? Бұл нәрсе жайлы тағы да айтып беретін шығармын, бірақ жалпы осылай.